Телефонның беймаза үні қаланың қақ ортасындағы жайлы пәтердің 4 бөлмесін түгел жайлап алған түн тыныштығын дардар айырды. Шырт ұйқыдан оянып кеткен ерлі-зайыпты екі адам тынымсыз шырылдаған сыртқы есіктің қоңырауы ма, жоқ әлде телефон ба, оны айыратын халде емес еді. Қанша уақыт бойы кәрі құрлық Европаны шарлап, қызықты саяхаттан енді ғана оралған Аманжол Ахметұлы мен Ақмарал ханым тіпті қайда жатқандарын есіне түсіре алмады. Жеті қараңғы түн ішінде бұларды кім мазалауы мүмкін? Жалғыз ұлдары Марат бағана бұларды әуежайдан өзі қарсы алып жалт-жұлт еткен су жаңа мерседесімен үйге әкеп салған жоқ па? Өзі жол бастап, бірге саяхаттап, шетелге барғаннан қайтқанға дейін ата-енесін балдай баптап барлық жағдайын жасап, бәйек болған білдей бір медакадемияның деканы, Мая келін беймезгіл шақта жасы үлкен адамдардың ұйқысын бұзбасы айдан анық. Жалғыз ұлдан көрген жалғыз немере Әлфия қыз, әкесінің ерке әлпеші шәй үстінде ата-әжесінің бір-бірімен жарыса айтқан әңгімелерін тыңдап, саяхатта түскен фотосуреттерін тамашалап, қастарында аз-кем отырған соң бағана достарымен қыдырып кеткен. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген осы екен ғой. Қанша уақыт көрмей, сағынып келгенде бізді тастап қайда кетіп бара жатсың? Деп әжесі сәл өкпелеп еді. Ерке қыз: Аташка, әжешка, сіздер алыс жолдан шаршап келдіңіздер. Бүгін жақсылап тынығыңыздар. Ертеңде күн бар ғой, сосын асықпай тағы келермін. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, деп екеуінің бетінен шөп-шөп сүйіп, алма-кезек құшақтап, әп-сәтте болмашы өкпені тарқатып жіберген. Әлфия кетісімен Марат пен Мая да шайды шала шарп ішіп, үйге қайтуға асықты. Ертең жұма күні күрделі операция жасаймын. Анасы жасаған берген жалғызының жазық маңдайынан мейірлене сүйіп, ертеңгі ісіне сәттілік тіледі. Сіздермен ақылдасатын бір шаруа бар еді. Жарайды, кейін сөйлесерміз, деді ол табалдырықта тұрып. Күле сөйлегенмен көзінде бір терең мұң бар еді. Әйтеуір анасына солай сезілді. Тіпті ыдыс-аяқты жуып сүртіп жүріп те, жылы душтың астында тұрып та ұлының мұңлы жанары көз алдынан кетпей қойды. Не айтқысы келді деген жалғыз сұрақ көпке дейін миды шыр айландырып тұрып алды. Көзіне ұйқы тығыла бастаған соң бітпей тұрған үй жұмыстарын ертеңге қалдырып, төсегіне қисайған, жастыққа басы тиісімен қатты ұйықтап кетіпті. Шырқырап жылаған жас сәбидей жер-көкті басына көтерген телефон үні шырт ұйқысынан оятты. Апырмай, беймезгіл шақта бұл кім екен, деді шалы. Қолы қалтырап, даусы дірілдеп. Беймаза телефонды ұстауға батыл жетпегендей ме, қалай? Неге екенін кім білсін? Ақмарал бәйбішенің де жүрегі дүрсілдеп аузына тығылсын. Асып сасқаны сонша, қалпағы қалбиып, кереуетінің жанда тұрған түнгі шамды жағуға тетігін таппай сипалап қалмасы бар ма? Сосын, түн ортасында мазалайтын тума-туыс жоқ. Бізде шаруасы болса, көршілер күндіз хабарласар еді ғой, деп күбірлей берді. Бейтаныс нөмірден телефон шалған Мая екен. Мам, пап, Маратиктен айырылып қалдық, деді де одан әрі сөйлей алмай еңіреп қоя берсін. Өз құлағына өзі сенбей Аманжол Ахметұлы: Айырылғаны нес? Деді аң-таң болып. Түсінсем бұйырмасын, Маратжанға не болды? Қазір қайда өзі? Деп үсті-үстіне сұрағын жаудыра берді. Бағана сіздерден шыққан соң жол үстінде оған біреу телефон соқты. Дәл сол сәтте біз үйге таяп қалғанбыз. Чемоданымды ішке кіргізе сала, қазір келемін деп асығыс шығып кетті. Тіпті қайда бара жатқанын сұрап та үлгермедім. Сосын 2 сағаттан соң біреу полиция бөлімшесінен хабарласты. Машинасын тау жақтағы жаңа үйлердің маңынан тауыпты. Алдыңғы есігі ашық жатыр екен. Бірнеше жерден біреу пышақтап кетіпті. Тұсынан өтіп бара жатқан адамдар көріп, жедел жәрдем шақырған екен. Ауруханаға жетпей қайтыс болыпты. Өзі әбден қансырап қалса керек. Келіні болған оқиғаны жылап сықтамай, асқан сабырмен егжей-тегжейлі айтып жатса да, Аманжол Ахметұлы сол сәтте сөз ұғар халде емес еді. Сусылдаған жібек халатын желбегей жамыла салып, телефонға құлағын тақап, шалының қасында еміне тыңдап тұрған аққұба өңді егде әйел біреу тас төбесінен шойын табамен ұрып қалғандай тарс етіп еденге құлап түссін. Қол аяғы қақшия, жансыз қуыршақ құсап, жерде серейіп жатқан кемпіріне
жедел жәрдем шақыруға шамасы келмеген ақбас шал көзінен аққан жасы омырауына тамып іргелес көршілерінің есігін қақты. Жаманат хабар жата ма? Өзі басқаратын республикалық үлкен аурухана ұжымы таң атар атпастан түгел құлақтанған екен. Тіпті қара лентамен қоршалған үлкен портретін көрнекі жерге іліп те үлгеріпті. Көрікті жігіттің жансыз бейнесіне қимастық көңілмен қараушылар қарамы көп еді. Кеше ғана жұмыста жүрген адам түнде кісі қолынан қайтыс болды дегенге көңілім сенер емес. Белгісіз біреулер пышақтап кеткен дей ме? Ой Аллай, Марат Аманжолұлы өмірі көшеде жаяу жүрмейтін еді ғой. Әлде ажалы үй тонайтын ұрылардан болды ма екен? Жоқ, үйде емес, машинасының ішінде пышақтаған сияқты. Бейтаныс біреуді көлігіне мінгізгені ме сонда? Мас болып біреулермен керісіп қалған жоқ па екен? Қайдағы өмір арақ шарап дегенді татып алмайтын жігіт еді ғой. Иә, оның рас. Тіпті басқалардың да жұмыста ішімдік ішуіне қатаң тыйым салған жоқ па еді? Басшылық қызметке келгеніне жарты жыл болған жоқ. Көре алмаған біреулер қастық қылды-ау сірә. Адам түгілі тышқан өлтіруге де жай адамның қолы бармайды ғой. Бәлкім киллер жалдаған болар. Қанша адам болса, соншама болжам. Аурухана қызметкерлері бастары салбырап, алға басқан аяқтары кейін кете өздерінің жұмыс орындарына лажсыз тарағанмен күні бойы жабырқау ойлардан арыла алар емес. Біреулері бас дәрігермен бірге жүрген күндердің түрлі сәттерін еске түсірсе, біреулері оны соңғы рет қашан қайдан көргендерін көз алдарына елестетіп әлек. Жұрттың күні бойғы әңгімесі тек сол жайлы болды. Көркіне көз тоймайтын жігіттің сұлтаны еді ғой. Ажалға қимайсың. Қандай тамаша азамат еді. Алғашқы еңбек жолын осы ауруханада бастады. Қатардағы хирургтен бас дәрігерлікке дейін көтеріліп еді. Өзінің адал еңбегімен. Ешкім сүйреп сүйемелдеген жоқ. Тосын қайғыдан қан құсып, кескен теректе құлап түскен Ақмарал ханымға көршілері әлсін-әлсін жедел жәрдем шақырып әуре. Аманжол Ахметұлының да сырты бүтін болғанымен іші түтін. Үйге кім келіп, кім кетіп жатқанымен ісі жоқ. Әлпеші қолдаяққа тұрмай, шырқырай жылап, ақыры даусы қарылғып, әлі құрып бүктесе жатып қалды. Жылай-жылай ек көзі бұлаудай ісіп кеткен Мая келін бар шаруаны білек түре өз қолына алды. Біресе моргпен хабарласса, біресе жерлейтін жер мәселесіне кірісіп кетеді. Қазақ шаңырағына келін болып түскелі талай тойды көріп жүргенімен өлік жөнелту жоралғыларынан бейхабар әйел жөн жоба білетін көршілермен, өз ұжымындағы үлкендермен ақылдасты. Қонағасымен жаназаға сойылатын мал, дастарханға қойылатын тамақтардан бастап, сүйекке түсушілерге тарататын киім-кешекке дейін тізімін жасады. Машинасына бір-екі құрбысын отырғызып алып, дірдек қаға дүкен аралап, керек жарақты түгелдеуге кірісті. Бірақ байқұс қанша тырысса да 4-5 жыл бұрын ауылдан көшіп келген көршілердің бірі. Марқұмның әйелі қазақ болғанда, арманда кеткен қосағымай, асыл жарымай деп аңырата жоқтау айтып, келген кеткендермен ара-тұра дауыс сала көрісіп отырар еді-ау. Арыстай азамат жоқтаусыз кететін болды енді, деп күңкілдеп қояды. Ой, тырнақ астынан кіріздегенді қойыңызшы. Ауылда туып қалада өлген қазақтардың қайсысы қатындары жоқтап қарқ қылып еді. Обалы не керек? Мая келін ата-енесін жылда шетелдерге қыдыртып жүр ғой. Ақмарал апа мен Аманжол аға ауыздарының суы құрып, жалғыз келіндерін үнемі мақтайтын. Мақтамағанда, осы отырған қайсымыздың келініміз тап сол құсап мереке сайын құшақ-құшақ гүлімен қымбат сыйлықтарын әкеп жүр бізге, деп адуындау біреуі жыбыр-сыбыр әңгіме айтқандардың бір ел аузына 4 елі қақпақ қоймаса, біртіндеп отала бастаған әңгіме одан әрі лаулап кетер ме еді, кім білсін. Алайда біраздан соң жел басқа жақтан соқты. Шіркін-ай, Маратжан қандай керемет жігіт еді. Әттең шаңырағына ие болар ер бала қалмады-ау артында. Қандай өкінішті. Мына әлпеші күні кеше кекілі желбіреген сүйіп-сүйкімді қыз еді. Атасы мен әжесінің көз алдында алаңсыз ойнап жүретін. Иә, менің де есімде. Көрші балалармен аулада велік теуіп, жасырынбақ ойнап жүруші еді. Енді соңғы уақытта ұзын тұра біреумен қол ұстасып, сыңғырлай күліп көшеде қыдырып жүргенін жиі көремін.
Әлгі неліктей имеген жас жігітті айтасың ба? Жиренші ашты, құлағына сырға таққан. Екі білегі шимай-шимай шүретке толы деп, есік алдында қаздай тізіліп отырған көршілер тың тақырып табылғанына қуанғандай тағы бір әңгімені гүлете жөнелсін. Қазаны басқаның қазасы басқа дегені баяғының университет магистратурада оқымаған дана шалдары бекер айтпаса керек. Аманжол Ахметұлы Қазақстанның Теріскей өңірінде туып өсті. Сондағы қазақша шығатын шағын газетте 40 жылдай қызмет етті. Зейнетке шыққасын түйе қартайса ботасына ереді деп Маратының ізіне ерді. Қысы жылы, жазы жайлы жаққа қоныс аударғанына да көз ашып жұмғанша 20 жылдай болыпты. Әйелінің де өзінің де бірге туған бауырлары жоқ еді. Бірақ баласының туыстай болып кеткен сыйлас дос, жақын жолдастар аз емес екен. Маратымен бала кезінде құлын тайдай тебісіп, бірге ойнап өскен, мектепте бір сыныпта оқып, бір партада отырған жолдастарының арасында тергеуші мен прокурор барын естіген соң, бейшара әкенің көңілінде әлсіз үміт оты жылт ете қалсын. Сол әлсіз үміт оған аз да болса күш-қуат бергендей болды. Өмір атты бәйгеде алдына қара салмай, жалғыз жүйткіп келе жатқан құлагерінің жолын кескен қаскөйлер көп ұзамай табылар-ау деп үміттенді. Қаралы шаңыраққа көңіл айта келгендердің қай-қайсысы да Марат марқұмның пейілі кең, жүрегі жұмсақ, қиналған жандардан қамқорлығын аямайтын, қолы да ары да таза жақсы адам болғанын айтып, тебірене толқып көздеріне жас алысты. Тосын қайғыдан бір күнде белі бүгіліп, қабырғасы сөгіліп, көзінің жасы күзгі жапырақтай сауылдай төгілген қос қария осындай ұлағатты ұл берген ұлы жаратушыға іштей шүкіршілік етті. Кісі аяғы басылған соң қаңыра шаңырақтағы ата әжесімен қимай-қимай қоштасып Әлфия қыз анасымен бірге өз үйлеріне кетті. Көше жақ терезеден телміре қарап тұрған атасы, тфә-тфә, тіл көзім тасқа, бізге кішкентай көрінгенмен әлпеште бой жетіп қалыпты, зымырап өтіп жатқан өмір-ай деп күрсінсін. Қаладағы ылғи дәулеттілер мен шенділердің тұқым-тұқияндары ғана оқитын ең беделді оқу орнына өз білімімен түскен әлпешті қос қария іштей мақтан тұтатын. Бірақ оның ізінен ең болмаса тағы бір сәби ермеген ғана кей-кейде күндей жарқырап тұрған көңіл күйлеріне көлеңке түсіруші еді. Құдай қосқан қосағының көкірек жара терең күрсінгенін құлағы шалған Ақмарал ханым бұл жолы да соған жорыды. Әр бөлмесі ат шаптырым айнадай жарқыраған еңселі терезелері еденнен төбеге дейін жететін заманауи соңғы сәнмен әрленген 15-ші қабаттағы су жаңа пәтер қаңырап бос қалған сияқты. Ойыншылары да, көрермендері де тарап кеткен үлкен стадион тәрізді ме Құдай-ау. Әйтеуір Әлфияға солай елестеді. Қаз үйрегі алыс жақтарға ұшып кеткен айдын көлдің жағасында бір өзі қалғандай көңілі құлазысын. Сұрғылт түсті қалың перделерді жабуға оқталған ол, мың сән оттары жымың қаға, көкжиекке дейін созылып жатқан түнгі қалаға телміре қарап ұзақ тұрды. Дәл қазір алып шаһардың қақ ортасында біреулер той жасап, қызық думанға қарық болып жатыр-ау. Ал осынау жарық дүниедегі ең жақын адамнан айырылған бұл үшін қызылды жасылды тіршілік кілт тоқтап қалған секілді. Ол кеңсай жаққа мұңая көз тікті. Бұның жанындай жақсы көретін әкесі сыз топырақтың астында жападан жалғыз жатыр-ау. Томпиған төмпешік болып, тас қараңғы жерде. Енді бұл ешқашан оның аялы алақанының жылуын сезіне алмайды. Енді бұл ешқашан оның жымиған жылы жүзін көре алмайды. Енді бұл ешқашан оның жаңа жайлы даусын ести алмайды. Енді бұл ешқашан әкесінің кең иығына басын сүйіп, жүрегінің дүрсілін тыңдай алмайды. Бұны аяулы әкесінен айырылған жауыздарды қарғыс атсын, қарғыс атсын, қарғыс атсын. Жанары ып-ыстық ап-ашшы жасқа толған жасөспірім қыз екі алақанымен құлағын тарс жауып өз бөлмесінен атып шықты. Қанша күннен бері киіп жүрген ұзын жең қара көйлегін ауыстырмастан, маңдайына байлаған қара орамалын да шешпестен,
Тіпті шам да жақпастан анасы кең залдың ішін кезіп жүр екен. Бұны көріп селк ете қалды. Мамуля, отырыңызшы, әңгімелесейік, деді әкесінің ерке әлпеші жалынышты үнмен. Әңгімелесейік деймісің? Не әңгіме естігің келіп еді? Деп ол қатқылдау үнмен қызының бетіне бір түрлі тіксене қарап. Жай, өзіңізбен әңгімелескім келген, деді жанары жасаурап, дауысы дірілдеп. Не жайлы? Деді анасы қабағын шытып. Мәселен, папам екеуіңіз ең алғаш қашан, қалай таныстыңыздар? Білгің келгені сол ма? Деп Майя Борисованың үні аяқ астынан жұмсарып сала берді. Онсыз да жаны жаралы қызына жай сөйлемегеніне бір түрлі ыңғайсызданып қалды ма, кім білсін. Екеуміз мединститутқа бірге түстік. Ол мектепті алтын медальмен бітірген екен. Мен де медалистка едім. Бір-бірімізді көргеннен ұнаттық. Ол сіздің асыл тастай құбылған жап-жасыл көзіңізді, желпеуіштей ұзын кірпіктеріңізді, ақ қағаздай мінсіз жүзіңізді, аққудың мойындай иілген ұзын мойныңызды, түп-түзу, топ-толық балтырыңызбен жас талдай солқылдаған дене сымбатыңызды бірден ұнатқан шығар, деді Әлфия. Оны сен қайдан білесің? Деп таңғалды анасы. Жас кезінде түскен фотоларыңызды көрдім. Фотоальбомыңызды талай ақтарып қарадым ғой, деп мұңая күлді қыз. Жұмсақта жайлы креслоға жайғаса отырған Майя Борисовна жер тепкілеп жыласа да енді қайтып оралмайтын сағынышқа толы жалынды жастық шағына қалай сүңгіп кеткен өзі де сезбей қалды. Маратикке бірден ғашық болмау мүмкін емес еді. Ертегілердегі ханзадалар сияқты өте көрікті жігіт болатын. Сымбатты жігітке не кисе де жараса кететін. Көктем мен жазда ылғи ақшыл түсті костюмдермен жүретін. Туфлиіне дейін аппақ еді. Нағыз ханзада дерсің. 32 тісі маржандай тізілген, екі беті шұқырайып күлгенде ақ құба өңі одан сайын тіпті сұлуланып кететін, деп Майя Борисовна көзін жұмып, басын шалқайтып біраз уақыт үнсіз қалды. Тағы да папам жайлы айтыңызшы, деді қызы ұзаққа созылған үнсіздікті бұзып. Ол сабағын өте жақсы оқыды. Институтты қызыл дипломмен аяқтады. Оқу бітіргенше екеуміздің жұбымыз жазылған жоқ. Қыста әр демалыс сайын тауға барып, шаңғы тебетінбіз. Медеуден шықпайтынбыз. Жазда достарымызбен бірге жорыққа шығып, тау-тасты аралап кетуші едік. Біз көрмеген кино, біз бармаған концерт, спектакль қалмаған шығар. Не деген романтика? Сосын диплом алған бойы үйлендіңіздер, солай ма? Жоқ, менің әке-шешем оны мүлде менсінбеді. Қарапайым қазақ отбасында туып өскен жігіт деп, тіпті ол туралы естігілері де келмеді. Ал оның әке-шешесі ше? Олар да Маратиктің маған үйленуіне үзілді кесілді қарсы болды. Басқа ұлттың қызын алмайсың деп. Майя Борисовна орнынан керіле тұрып, жұдырықтай қол сөмкесінен оттықпен шылым алды. Асықпай тұтатып, көгілдір түтінді баппен ішіне сорды да әп-әдемі қыр мұрнынан бұрқ еткізе шығарды. Сосын бикештерге арналған жіп-жіңішке шылымды салалы саусақтарымен қысып ұстап үнсіз біраз отырды. Қызыл шоқтанып сөне бастаған кезде ғана шылымның күлін ақшыл қызғылт лақ жағылған сүп-сүйкімді ұзын тырнақтарымен шертіп түсірді. Әшейінде әр затын қызғыштай қорып, баладай мәпелейтін анасының бұл қылығына қызы іштей таңғалды. Еденге төселген түсі көзін жауын алатын түгі бір қарыс қымбат кілемнің үстіне көлденең бір қылшық түсірмейтін еді. Сүйікті жары келмеске кеткен соң енді оған ештеңенің де керегі жоғын, қандай қымбат дүние мүлік болса да енді ешқашан қызықпайтынын жүрегі сезген Әлфия қыз ішінен тынды. Анасы болса шылымын үсті-үстіне құшарлана сорып қойып үзілген әңгімесін қайта жалғады. Израильде тұратын туысымыз бір бай банкердің баласымен таныстырды. Әке-шешемнің қалауымен.
Ол да әкесі сияқты банкир екен. Швейцарияның Цюрих қаласында керемет үй-жайы бар, жасы 30-ды орталап қалған жігіт еді. Америкада оқыпты. Мінезі ауыр, жері қозғалса қозғалмайтынның нағы өзі. Ол мені бір көргеннен ұнатты. Бірақ шынымды айтсам, оны суқаным сүймеді. Алайда шетелдік жігітке күйеуге шығуға келістім. Неге? Маған енді бәрібір еді. Біздің тұрмыс құруымызға екеуміздің де әке-шешелеріміз рұқсат бермегесін, тіпті өмір сүргім келмеді. Жаны шырылдап, екі оттың ортасында жүрген Маратикті қатты аядым. Одан әрі оны да өзімді де қинамаймын дедім. Көзіне күйік болып, жанын азапқа салмайын деп ойладым. Қазақстанға жүрегімді жерлеп, сүлдемді сүйретіп, шетелге кетіп, тезірек қарамды батырғым келді. Енді қайтып оның көзіне түспеймін деп шештім. Сосын не болды? Сосын не болсын? Бір керемет қымбат ресторанда тойымыз болды. Ол той үстінде маған гауһар көзді алтын сырға жүзік алқа сыйлады. Одан соң бірден әуежайға тарттық. Құдай бірдеңе сездіргендей, оның сыйлаған зергерлік бұйымдарын жол бойы ақырын ғана мойнымнан, саусағымнан, құлағымнан шешіп алдым. Сосын мен жоғалтып алармын, сізде болсын деп болашақ күйеуімнің қолына ұстаттым. Ол қуана-қуана алды да қорапшасына ұқыппен салып, костюмнің ішкі қалтасына тықты. Жарқ-жұрқ еткен ұзын лимузиннен түсіп, әуежай ішіне беттей бергенімізде, кенет Маратик қарсы алдымыздан жарқ етіп шыға келгені. Ес жиып үлгергенімше қолымнан шап беріп ұстады да сүйрей жөнелді. Бір аттам жерде тұрған машина салонына бірден сүңгіп кеттім. Екеуміз алды-артымызға қарамастан сол қашқаннан мол қашып, тау ішіндегі бір шағын демалыс үйінде бір апта тығылып жаттық. Бір-бірімізді көрмегенімізге тап 100, жоқ 1000 жыл болғандай қатты сағынып қалыппыз. Құшағымызды жазбай, көзімізден жас барлап тұрып, бір-бірімізге серт бердік. Енді ешқашан бір-бірімізден айрылмаймыз деп. Болар іс болып, бояу сіңгесін, бір аптадан соң екеуміз қол ұстасып қалаға келдік. Пәтер жалдадық. Осы Алматының қуыс-қуысында біз тұрмаған баспана қалмаған шығар. 1 жылдан соң өмірге сен келдің. Ата-әжең сүп-сүйкімді, сары үрпек балапан тәрізді сені көрген соң, ашу реніштерін бірден ұмытты. Бәріміз бір үйде бірге тұрдық. Сосын әкең жұмыс орнынан су жаңа пәтер алды, жас маман ретінде. Кейін менің әке-шешеммен араласа бастадық. Бәрі тамаша еді-ау әттең. Майя Борисовнаның көзінен аққан мөлдір жасы омырауына тамды. Әкемді өлтірген жауыздар қолыма түссе ғой шіркін. Онда олардың бетіне былш еткізе түкіріп, өз қолыммен аямай өлтірер едім, деді әкесінің ерке әлпеші кіжіне. Иығына төгілген алтын сары шашын жылмита жинап, тас төбесіне байлап алған, қол-аяғы балғадай, екі бет алмадай ажарлы әйел, сөніп қалған сүйіріктей шылымын біз өкше туфлимен мыжғылап таптады да, шылым қорабына қайтадан қол созды. Ай артынан ай, күн артынан күн зырылдап өтіп жатыр. Жайнаған жазды сарғайған күз алмастырды. Қос қарияның таңғы шай үстінде Маратжанның өліміне тікелей қатысы бар адамдар қашан ұсталар екен? Полиция кісі өлтірушілердің ізіне түсті ме екен дегеннен басқа бір-біріне айтар әңгімесі де жоқ еді. Кей-кейде Аманжол ақсақал Мараттың бала күнгі жолдасына телефон шалып, жаңалық бар жоғын сұрап қояды. Ол да күтіңіздер, хабар өзімізден болады деуден танар емес. Күтеді ғой, күтпегенде қайда кетсін. Тек істің ұзаққа созылып бара жатқаны ғана көңіл алаңдатады. Уақыт ұзаған сайын із басылып, су аяғы құрдым болмаса жарар еді-ау. Екеуінің қазіргі уайымдары жалғыз сол. Жұма сайын такси шақырып, Кеңсайдағы үлкен қорымға барып қайту олардың бұлжымас әдетіне айнала бастаған. Бүгінде екеуі бір-біріне сүйеніп, ентіге демалып, әр жерге бір тоқтап, бейіт басына ақырын-ақырын көтеріліп келе жатқан. Кенет 2-3 жасар ер бала жетектеген бидай өңді, сұңғақ бойлы жас келіншек бұларға қарсы кездесті.
Жасы үлкен кісілердің тұсынан кердең басып өте шықпай, жол жиегінде сәл бөгелді. Тұнжыр қара көзін төмен салып, ернін жыбырлата сәлемдесу ишарасын жасағандай болды. Аманжол ақсақал иман жүзді, биязы мінезді, сүйкімді келіншектің соңынан еріксіз қарап қалды да, жастай жесір қалу қандай ауыр, байғұстың баласы да әлі кішкентай екен деді аяушылыққа толы үнмен. Қайта әйтеуір марқұмның артында ұлы қалған екен. Орнында бар оңалар деп Ақмарал бәйбіше оларды көзбен ұзатып салып көкірек жара күрсінді. Ойпырмай, бізден сәл бұрын Мая келін кетіпті ғой, деді отағасы ақ кірпіштен соғылған 4 құлақ бейітке жетер жетпестен. Оны қайдан білдің? Деп қайран қалды Құдай қосқан қосағы. Маратжанның құлыптасына бір шоқ гүл қойып кетіпті, деді Аманжол ақсақал. Сиреп, селдірей бастаған шашын көкшіл сұр бояумен бояп, жағын бастыра, мойнын қылқындырып, қоңыр орамал байлаған кербез кемпірі. Солай ма? Бірге барайық деп бізге неге айтпады екен сонда? Деп таң қалды. Қанша дегенмен ыңғайсызданатын шығар. Басқа діннің адамы ғой, деп жуып шайды. Бұйра шашы ақша бұлттай бұлдыраған, қалың көзәйнекті арық шал. Ол жатқа білетін жалғыз құлқуалласын, қақалып шашалып оқып болғасын. Ақмарал бәйбіше, сен өткенде байқадың ба жоқ па, молда Құран оқып жатқанда біздің келін үнемі әр нәрсені сылтауратып бөлмеден шығып кетіп жүрді ғой, деді. Солай ма? Ақ бас шал таңдана бас шайқады. Шешесі тұрмақ осы біздің әлпештің де алақанын жайып, бетін сипағанын бір көрмедім, деді кемпірі өкпесі қара қазандай болып. Біз өлгенше баламызға Құран бағыштаумен өтерміз. Бірақ біз кеткен соң екеумізге арнап кім Құран оқыр дейсің? Деп шал қамығай бас шайқады. Түн баласы дөңбекшіп, мамықтай төсегі жамбасына тастай батып, көрер таңды көзімен атырған Ақмарал ханым таң алдында талмаусырай жатып, кірпік ілбиді. Түсінде қалың қорым ішінде екеуіне имене жол берген ибалы келіншекпен тағы кездесіп қалыпты. Қасына ерткен кішкентай баласы ата, әже деп құлдыраңдай құшағын жая жүгіріп келіп, бұлардың бауырына алма кезек тығылысын. Атасы оны біресе қос қолмен әуелете көтеріп, біресе құшырлана иіскеп құшағына қысады. Бұл да оның томпиған бетінен мейірлене сүйіп, жүрегі елжіреп, көңілі қуанышқа толып жатқанында оянып кеткені. Жаңағы тамаша түстің жалғасын көргісі келді ме, көзін тарс жұмып жылы төсегінен тұрмастан, сол күні тал түске дейін жатты. Оның бұл жатысын ауырып қалдыға жорған шалы іштей мазасызданып, ақыры шыдай алмай немересіне телефон шалды. Түске таман үйге Мая мен Әлфия келді. Үй иелері жабырқау болған соң ба, үйдің іші де күңгірт тартып тұр еді. Ақырын ғана сыбырласып, қайын атасымен амандық саулық сұрасқаннан кейін, келіні аяғының ұшымен жүріп, сөмкесінен түрлі аспаптарын шығарды. Енесінің қан қысымын өлшеп, жүрек қағысын тыңдады. Қанша дегенмен күрт күйзеліске түскен ағзада өзгерістер бар екен. Өзімен бірге ала келген түрлі дәрі-дәрмектер мен дәрумендерін берді. Балаша қалбаң қаққан Аманжол Ахметұлы, бақытты бол қарағым, көзінен ағы мен қарасындай жалғыз перзентіңнің қызығын көр деп, жүрек жарды тілектерін жаудырсын. Дәмге толы дастархан басында үн-түнсіз шай сораптай бергенше әңгіме болсын деді ме, сәлден соң. Кеше кемпір екеуміз сүйретіліп, Маратжанның басына тағы да барып қайттық, деді. Аташка, барғандарыңыз дұрыс болған екен. Бізде барамыз деп көптен бері жоспарлап жүрміз. Мамамның жұмыстан қолы босар емес тіпті. Мен жалғыз өзім Кеңсайға бара алмаймын ғой. Самсаған моладан сескенемін, деді әлпеш қолындағы телефонын шұқылаған қалпы. Атасы мен әжесі бір-біріне сұраулы жүзбен жалт қарасты. Бізден сәл бұрын біреу әкеңнің құлыптасына бір шоқ райхан гүлін қойып кетіпті. Біз сендер келіп кеткен шығар деп ойласақ, деді Ақмарал ханым. Маяның түсі бұзылып, қабағы күрт түйілді. Әлде енесіне солай көрінді ме? Маратик кезінде талай адамды ажалдан алып қалған мықты хирург емес пе?
рухына тағзым етуге келген адамдарының бірі шығар, деді сәлден соң Майя Борисовна жайбарақат үнмен. Иә, сенің әкеңді жұрт қолы алтын хирург деп бекерден бекер айтпаған шығар, Әлпесжан, деді атасы. Жарығым талайды ажалдан құтқарып еді, ал өзінің ажалына ешкім араша түсе алмады ғой, деді әжесі, даусы бұзыла, иегі кемсеңдеп. Кеше тергеуші жігітпен хабарластым, ілік болар ештеңе таппай жатыр екен. Қылмыскер өте әккі біреу сияқты. Оқиға орнында ешқандай із қалдырмапты. Қолғап киіп алған-ау, еш жерде саусақ таңбасы да жоқ екен, деді Аманжол ақсақал. Дастархан басындағыларға шай құйып, өз оймен өзі тұқшия тыңжырап отырған Маяның өңі құбылып. Солай деді ме? Түгіз қалдырмап па сонда? Деп төмен салбыраған басын оқыс көтеріп алды.